шаруашылықтыру пәні бойынша өтілетін тұрған темамыз төмендегіден барады, яғни агрегат түзу ұсулары. Агрегат түзу ұсулары дегенде не айтылады, бұның қандай ақымыз? Һәм екінші дауахым бар еді жаңа жерде. Олардың жұмыс өнімі һәм оны, яғни жұмыс өнімдарлығын асыру жолдары. Бүгінгі өтуіміз керек болған осы екі тема. Бір лекция есебінде кетеді. Кейінгісі енді. Жоба бойынша бірінші орында агрегатларды түзу шартлері қандай болады һәм бұның тәртібі қандай? Сол хақында әңгімелесеміз. Екіншісінде агрегатлардың жоғары сипатлы орынлануын атызда қандай әрекетленеді? Техника. Өздеріңіз көз алдыңызға келтіресіздер. Үшінші, агрегатлардың өз өнімдарлығын, жұмыс өнімдарлығы һәм оның түрлері бойынша түсінік аламыз. Төртіншіден, смена уақытынан пайдалану коэффициенті һәм оны асыру жолдары. Уақыттан пайдалану хақында. Һәм бесіншісі, жануарлы һәм майлы материалдары қысқартылуы қандай дәрежеде. Осылар хақында біз түсінік боламыз. Демек, біріншісі агрегатларды түзу шарттері һәм тәртібі хақында. Бұнда текарынан агрегат түзген уақытында біз қайсы жұмысты орламақшымыз? Қайсы уақытта? Яки масам маусым. Маусыміне қарай отырып агрегаттың түрлері өзгереді. Солай емес пе? Мәселен, егісте басқа агрегат, ота уақытында басқа агрегатты пайдаланамыз. Агрегат деген термин өзі мәнісі неден барады? Демек, бұған жауабымыз сонан барады ки, агрегат, мәселен, пахта шігітін еуіміз керек. Бұнда неулер қатынасады егіске? Әлбетте бұл техника жәрдемінде болған үшін қайсы техникалардан біз сол уақытта пайдаланамыз. Біріншіден, агрегат түзу үшін егу машинасының өзі плюс сол машина орнынан қозғалып өзінің егу вазипасын орындау үшін керек болған техника. Бұл демек, мәселен, егу агрегаты. Егу агрегаты не өйдені барады? Тракторда бірінші. Енді бұларды түзудің шарттері не өйдені барады? Демек, біз терминға түсіндіңіз бе? Агрегат деген біздің өз не өйдені барады екен? Бірінші трактор. Тракторға агрегатлар біз жұмыс өнімдарлығын асырып, жұмысшы орган, немесе жұмысшы орган яқшы. Жұмысшы орган. Осыған ұқсас болады. Мұнда. Агрегат түзудің текарғы мақсаты неден алады деген. Демек, бұл белгілі бір агротехникалық талаптарға жауап беретін дәрежедегі. Мәселен, егу үшін қандай агротехникалық талап қойылады? Не деп ойлайсыздар? Егерде қандай егін болуына қатты назар, белгілі бір тереңдікке тақтаны егерде шығытып алатын болса, сәл тереулеуге тасталады ма? Басқа егілі болатын болса, ол сәл жоғарылауға егіледі, онша сайызлау жерге егіледі. Тақтаның шығыты неше сантиметр тереңдікке егіледі? Қаны, қайсы біріңіз? Көпшілігіміз енді ауыл қожалығында атамыз бар, мамамыз бар, өздеріңіз сұрақты жасайсыздар. Көрмесеңіз, естіп жүрген шығарсыздар. Бәлкім өздеріңіз соған қатынасып, тракторды ауыл қожалығы агрегат. Агрегат деген сөздің өз мәнісі не өте? Неге түсінесіздер? Агрегат деген сөзді. Термин. Басқа адам айтып тұрсын, сен қатар не тұр? Қаны, мына қатардан кім айтады? Агрегат деген сөз. Мен қайсы операцияны орындай жатқам? Егуді
мәселе, иә? Ондай болатын болса, осы егу машинасын тракторға не болуым керек? Біріктіруім керек. Яғни, кітап тіліне айтатын болса, агрегатлау деп жүргізіледі. Демек, трактор плюс біз істететін жұмысшы орган. Екеуі болды, иә? Екеуі біреу-біреуіне қосу нәтижесінде сол қандай жұмыс орындалады? Соны атын айтамыз. Егу болатын болса, егу агрегатор. Вот молодец. Мына бала, мынау, бұлар старстар дұрыс айтып жатыр. Демек, егу агрегатор бізде пайда болады екен. Дальше. Технологиялық процестердің агротехникалық талаптарына муафиқ жоғары сипатта орындалуы. Технологиялық процесс. Технологиялық процесс дегеніміз не екен? Агротехникалық талаптарына муафиқ. Қандай операция орындалмасын, оның артында шарт бар. Сен мынандай істесең, сол уақытта бұл мынау заттар пайда болады. Яки болмаса, сондай жұмыс орындалады. Вот біз алдымызға сондай шарт қоямыз. Солай емес пе? Осы шартты орындау үшін не қылады екенбіз? Агротехникалық агро деген не? Агроном. Техника деген не? Техника. Агроном таманнан қандай техникаға жауап беретұғын инженер болады, қандай жерде. Осы екеуіне қойылатығын талап. Осы екі адам жауап береді соған. Егер яқ болып, анау жерде 10 метрге дейін егілді, бірақ өспей қалды. Яки болмаса қолыма егілмей қалды, түспей қалды. Допустим, болады сондай, иә? Бермәңгер дейді, техника бойынша жоқ берген адам. Неге мына жер егілмей қалды? Сен техникаңды неге турлап бермедің маған? Хақсы бар ма, жоқ па? Хақсы бар. Дүзді сатқандай не білесің, яқшы соған не болып? Мына баланы сүріпке түсіп. Қолыма директілер хақында қандай түсінігім бар? Сол хақында кішкентай біздерге біздер таныстырып өтсек. Двигатель дегенде әрқандай техниканың ішінде өзінде күш беретұғын әрқандай двигатель күші болады. Двигатель дегенде әрқандай машинада өзіне әрқандай да бір күш болуына байланысты ол техника трактор, яғни мысалы еткенде тракторды алғанда, яғни оны жер сүруіне апарғанда жердің бозылғандай қаттылығына байланысты болады. Соның ішінде тракторға жер ауыр қандай қатты болса, көп күш тракторға түсіп кетеді, қандай тракторға зиян келуіне себеп болады. Тоққалар, иә? Басқа жоғынан түсір ол енді? Толтырған ма? Қаған екен. Суы болу, не қыза болыпты. Давайте сіздердің сондай болып. Күлі берме. Серьезно болды. Болмаса, жаңа берілген сұрауға толық жауап берді. Кейін алада және бір сұраулар болса не болуымыз мүмкін, бағасын жоғарылату үшін сұраулар беруіміз мүмкін. Екіншіден енді мәселен жерге істеу беріледі деп атаппыз да. Істеу берілетін қай уақытлар? Егінді екпестен алдын. Егін өсіп шыққаннан кейін. Солай емес пе? Солардың неге керек бар? Сонша техника керек, сонша май керек, сонша жанылық керек, сонша техниканың ремонты керек. Не үшін? Отақ шөгін уақытында алған, так-далее. Нәтижеде, енді бір нәрсе бар да осы жерде. Бізде жаңа бірлейміз ғой тақтан. Тақтан бірлеген уақытында арасы мынандай ғана қалдыңыз, бір қарыс қалды дейді. Бізде бір қарыстан емес, яғни қарыс қалдығымыз да. Мына жерде 10 дана тақта өсіп тұтты,
ана жерде сол 10 дана өскен тақал қапталында бір дана өсіп тұр. Сондай расстояние аралықта. Сондай аралықта бір дана өсіп тұр. Қайсы бір өнімді көбірек береді екен? Сирегі. Қанша біз сирек қылса, соншалықты дәрежеде өнімді көбірек алады екенбіз. Деген